Шымкент қаласының аумағында криптовалюта өндіру бойынша заңсыз майнинг фермасын ұйымдастырған екі азаматтың қылмыстық іс-әрекетін қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлері әшкерледі. 2023 жылғы сәуір мен 2024 жылғы ақпан аралығында аталған тұлғалар жалпы сомасы 100 миллион теңгеден астам аса ірі мөлшерде кіріс ала отырып, майнингтік ферма ұйымдастырған анықталды. Олар жалпы сомасы 370 миллион теңге болатын 1000 дана ASIC майнерлер мен заңсыз өндірілген цифрлық активтер түріндегі мүлкі тәркіленіп, 2 жылға бас бостандығынан айыруға және 2,5 жылға бас бостандығын шектеуге үкім шығарылды. Жалпы, ағымдағы жылдың басынан бері қылмыстық табысы 400 миллион теңгеге жуық заңсыз майнингтік фермаларды ұйымдастырудың 4 фактісі анықталды. Айта кетейік, криптовалюта өндіру саласындағы заңсыз қызмет елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан төндіретін тәуекелдердің туындауына әкеп соғады. Тұтынушылар мен кәсіпкерлерге электр энергиясын жеткізудің іркілуі және тапшылық тәуекелдері артады.